Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мини лепешка жасап көрсетемін. Міне видеода көріп тұрсыздар, біздің лепешкамыз өте жұмсақ, әрі түрі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Үйдегі бар қолжетімді заттардан дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қамыр ашыту үшін опора жасап аламыз. Ол үшін бізге 1 қасық ашытқы құрғақ, содан соң 1 қасық ұн және де шекер қажет болады. Осының үстінен біз жылы су құйып, жақсылап араластырып 5 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Осы аралықта біз алдын ала қажет заттарымызды дайындап алуымыз керек. Ол бізге қамыр илеу үшін қажет болады. Яғни жылы сүт, ертілген сары май және де тұзды суымыз. Су міндетті түрде жылы болуы керек. Осыларды бір үлкендеу ыдысымызға салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп қосасыздар. Біз өте жұмсақ қамыр илейміз. Қажет заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Иленген қамырды жарты 1 сағат бетін жауып жылы жерге қоямыз. Бір сағаттан соң қамырымыз өте керемет болып ашитын болады. Енді ашыған қамырымызды майдалап бөліп шығатын боламыз. Ол үшін бізге таразы қажет. 100 граммнан бөлесіздер барлығын. Бұл лепешканы қонақ шақырғанда жасасаңыздар, дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай бөліп шығамыз. Және де барлығын бөліп алғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып 10 минут демалдыруымыз керек. Осы кезде сіздер алдын ала пешті қыздырып дайындап қоя берсеңіздер болады. Міне 10 минуттан кейін біз көтерілген қамырды табамызға орналастырып, ортасын осылай ойып шығамыз. Және де қызарып, әдемі болып шығу үшін жұмыртқа пайдаланамыз. Осы жұмыртқамызды жақсылап жағып шығып, бетіне әсемдік үшін күнжітті пайдаланамын. Менде екеуі де бар, ағы, қарасы, екеуін араластырып саламын. Сіздер ештеңе бетіне сеппей-ақ жасай берсеңіздер болады. Яғни ол өз еріктеріңізде. Дайын болған лепешкамызды қызып тұрған пеште 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің лепешкамыз дайын, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыз, міндетті түрде комментария қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.